Вирусный гепатит Б, С кезінде ол ем неге қиын? Өйткені вирустың оның салмағы да, өлшемі де өте кішкентай. Ол деген клетканың ішіне ядроның ішіндегі ДНК, РНК, рибонуклеиндік соған жабысып алады екен. Сол жабысқандықтан оған жәнегі вирусты кетіретін антипротивовирусный дәрілер уақытша олар капсулаға кіргізіп, ана іштен шығара алмайды. Вирусқа ем жоқ. Өздеріңіз грипп болғанда қалай тек қана иммунитет капли бірдеңелер қолданады, дұрыс па? Ол өйткені дәрі-дәрмектер үлкен молекула, ойдан тапқан дәрі-дәрмектер олар үлкен молекула, клетканың ішіне де бара алмайды. Мен от всех заболеваний иммунитет, иммунная система, иммунный клетка. Әйтеуір ол ана вирус ішіне кірді ғой, тура солай шығаратын жолы бар да, оны тепе-теңдік, айдап ішіне шығаратын бірден бір ол иммунитет. Сондықтан біздің протокол, біз ана вирусқа әсер етпейміз, ауруларға әсер етпейміз. Біздің мақсатымыз клетка, организмдегі 63 триллион клеткаларды қалпына кетіріп, соның ішінде иммунный клеткалар бар. Соларды қалпына кетіргенде иммунитетіңіз, клеткаларыңыз дұрыс жұмыс істей бастағанда, біріншіден ол вирусқа продукты жизнедеятельности, соларды шығарып, соларды тазартып, қанша адамдарда даже ковидтен кейін осложненный фиброзға қалған адамдарда нәтиже болып жатыр.